Тістің құрылысы бірнеше негізгі бөліктен тұрады. Эмаль – тістің сыртқы қабаты. Бұл ең қатты тін, минералдарға бай, негізінен кальций фосфаты. Эмаль тісті қорғап, оны механикалық зақымданулар мен қышқылдардың әсерінен сақтайды. Дентин эмальдің астында орналасқан, бірақ эмальға қарағанда жұмсақ және аз минералданған тін. Дентиннің ішінде нерв талшықтар мен тамырлар орналасады, ол тістің сезімталдығына жауап береді. Қойыртпақ тістің орталық бөлігінде орналасқан жұмсақ тін. Пульпа тісті қоректендіретін қан тамырлар мен нервтерді қамтиды. Ол тістің өміршеңдігі үшін маңызды. Цемент тістің түбінде орналасқан, дентин мен сүйек арасындағы байланысты қамтамасыз ететін тін. Цемент тісті жақ сүйегіне бекітеді. Тістің түбірі тістің сүйекке орналасқан бөлігі. Түбір тісті жақ сүйегіне бекітіп, оны тұрақты ұстап тұрады. Тістің қызметі бірнеше маңызды функцияларды қамтиды. Азықты шайнау тістер азықты механикалық түрде ұсақтап, оны ас қорыту процесіне дайындайды. Бұл ас қорыту жүйесінің тиімділігін арттырады. Сөйлеу тістер сөйлеу кезінде дыбыстарды шығару және артикуляция үшін маңызды рөл атқарады. Олар тілмен бірге дыбыстарды қалыптастыруға көмектеседі. Косметикалық функция тістер адамның сыртқы келбетіне әсер етеді. Салауатты тістер әдемі күлкіні қалыптастырып, адамның сенімділігін арттырады. Жақ сүйегінің құрылымы тістер жақ сүйегінің дұрыс дамуы мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Тістердің болуы жақ сүйегінің формасын ұстап тұрады. Тұрақтылық тістер жақ сүйегіне бекітіліп, оның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Олар ауыздың жалпы функциялары мен гигиенасын сақтауға көмектеседі. Тістердің қызметі тек азықты шайнаумен сөйлеумен шектелмейді, олар денсаулық пен жалпы әл-ауқатқа да әсер етеді.